Есентай Music Festival Алматыда әдеттегідей сенбінің салқын кешінде Есентай Молл алаңында Музон ұйымдастырған кеш көңілді өтті. Алғаш өнер көрсеткендер Fresh Music Band. Жанды дауыста орындалған әндер құлақтың құрышын қандырып көңілді көкке көтерді. Көңіл күйіміз керемет. Біз осындай шақыруды қайттан күтеміз. Сіздерді көңілдеріңізді көтеруге әрқашанда дайынбыз. Келіңіздер, көріңіздер! Концерттің екінші бөлімінде Луинаның әндерінен ләззат алды кешке келушілер. Сымбаты да, ажары да, дауысы да жағымды Луина бүгінгі Есентай Music Fest'ің қаншайымындай. Неге дейсіз бе? Қонақтардың көбі Луинаны тыңдауға келген көрінеді. Концерт маған ұнады. Осы аптасына бір рет болса да, естіп бәріміздің көңілімізді көтеріп, бәрімізді бір ортаға жинап, көңіл көтеруге көмектеседі. Бүгінгі концерт маған өте қатты ұнады. Әсіресе Луинаның концерті. Мен сенбі сайын осы Музон каналы ұйымдастыратын концерттерге келем. Маған Луинаның Hey Yo әні ұнайды. Концерт жақсы деңгейде, өте жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Луинаны өзім сүйіп тыңдайтын әншім. Мен әр суббота сайын осы жаққа келіп концерттерді қараймын. Бірінші рет келдім бүгін, потому что Луинаны өте жақсы көремін. Тыңдарман ықыласы мен махаббатына бөленген Луина үшін біздің де қуанышымыз шексіз. Әсем даусымен, көңілді әндерімен жанкүйерлерінің жүрегін жаулаған Луинаның өзі қандай әсерде? Мне так приятно, если честно. Мен өте керемет әсерде тұрмын. Бұл әртістің шыққанына енді жарты жыл болды деп айтады деп үнемі алаңдаймын, бойымда үнемі қорқыныш болады. Бірақ қатты қуанып тұрмын, керемет күйге бөлендім. Барлығыңызға көп рахмет, келген көрермендерге де алғысым шексіз. Әрі қарай концертті жалғастырған диджей Гасан Есентай Music Fest қалай өткендігі жайында қысқаша осы жаздың екінші айын тамамдаған концерт баршаға ұнады. Алда сізді тамыз айының көңілді кеші күтеді. Сенбі сайын сағат 19-да Есентай Моллда бізбен бірге болыңыз.